Біз Молядан күтпедік, бұндай видео салат деп ойламадық деп жатқан жандар. Менен не күтіп, не күтпей жүрсір құрсын. Өзіме не ұнайды, соны салам деген сияқты. Бұрын сен олай айтады, қысқа киетін қыздар дұрыс емес деп айтатын едің ғой деп айтпай қойыңыздар, өтініш. Мен никогда олай айтқан емеспін. Қызға жарасама кейсін деп айтқан. Всегда солай айтатынмын. Бір теманы оны айналдырып, қайта беріп керек емес. Ол адам екеуміз ұмытып кеткен нәрсе ғой енді. Соны қайта айта бердім. Мен жаспын, маған жарасып тұр. Мен неге кимеймін? Менен андай бірдеңе күтпей қалмаңыздар. Күте беріңіздер, бәрін жасай берем. Оқырмандар тарапынан Мөлдір қатты сынға алынды. Өз парақшасында салынған видеороликке оқырмандары түрлі пікірлер жазуда. Бірі жарасып тұр жас қой десе, көпшілігі қазақ қызына таңқылық емес, шет елге еліктеудің қажеті мүлде жоқ деп жазысты. Және де қырғыз жігіті Айсажанмен жүргелі Мөлдірдің іс-қимылы, мінезі қатты өзгергенін оқырмандары баса жазуда. Не де болса, Мөлдірдің жеке өмірі, жігіті Айсажан ата-анасы қарсы болмаса түсе берсін десті. Қазір Алматы жаққа өту керек болып тұр қайттап. Квартираның есімін кілтін бермей тапсырып, негіз ой қадарды үйрен қадын, бірақ мына жаққа шық бөлек екен. Көрінсенді. Сол шақтың алып сақ бүй алған екен. Назым апаның сөздерін неправильно поняли. Директ ашып оқып жатсам, айттым ғой, диета керек емес деп қуанып жатқан мамочкалар бар. Там же просто отрывок, поэтому вам непонятно. Ол кісі бала не болса соны жей берсін деп айтқан жоқ. Оның түсіндіргісі келген. Бала кәдімгі обычный адамдар сияқты тамақты жеу керек, но олар жемейді. Неге? Өйткені их тошнит дейді, олар құсқысы келеді. Оны айта алмайды дейді. Оның жаңағы себептерін барлығын түсіндіріп берді. Диета ұстамаңдар, не болса соны жей берсін деп айтқан жоқ. Балаға тәтті беруге болмайды деп айтты. Про глютен и казеин, конечно, ештеңе айтқан жоқ, но сіз келген адам, кішкентай бала ғана емес, даже сіз өзіңіз. Казеин, ладно, не буду говорить, молочка это вот организмге байланысты. Кто-то переносит, кто-то нет. Сіздер глютен мен тәтті жемесеңіздер, сіздердің денсаулықтарыңыз одан сайын мықты болмаса, ешқандай зияны болмайды. Это моя масенькая. Да, это моя масенькая. Да. Госпожа Диляра. Я тебе напомню, что я не в курсе этого ремонта. Ну что, войдешь в комнату? Проходи, дочь. Больше никогда не ходите по ночным клубам. Я предупреждался. Сколько раз мне повторять одно и то же? Я смотрю «Змеиное гнездо». Не понимаю, я должен хоть как, но один из них мой друг. Тағымдық шақтап тағы да бір қонаққа келдік. Тағы да жобаның балапанның қалжағдайын сұрауға қазір кімге келгенін көрсетеміз. Иә. Соны үйренген бәрін істеп. Че, бір жорын алдың ба? Нет, там куплено все. Куплено все. А так алатын еді по-любому. Анна, бешбармақ жасалады. Стараюсь чуть-чуть перед рождением, ремонт вот это красил сам. Вы сами собирали там, Вадик приходил на день. Вот этот гарнитур, кстати, классный. Сами. Өзің істеген жоқсың ба бәрін? Иә. Мынаны көмектескен енді. Нақты өзім жасамады. Мен өткен жол келген кезде вот этого не было. Да, не было. Потом этот, дренаж постелил, дренажный урок. Дұрыс, ол да Оларға балалы болу керек. Балалы болғанда бәрін жасап. Да. Мотивация. Мотивация. И этот, говорят, когда... Күмсайды көп танымсыз. Келін болғанда тамақ істей алам деген Бәріне сәлем, қалайсыңдар? Мен кеше бүгін өте қатты сондай бір инстаграмды доступын, доча несін қоя сал игрушкасына. Доступымды аша алмай инстаграмды қиналғанымды көрсеңдер ғой. Капец, просто нереально. Инстаграмсыз неге деген мен думала, все, не істеймін деп
программистіне екеуі айтты маған бұны. Все, шанс жоқ, аккаунтыңыз қайтпайды деген сияқты сондай маған бір не айтқан. Я говорю, как так деп. Аллаға шүкір, мыңда бір шүкір, негізі өте қатты қуанып кеттім ғой. Кешке жақын ашылды ғой еді. Все, теперь я с вами. Я не знаю, менде қазір смс-калар не грузится, директте мүлдем андай бүйтіп загрузка болып тұр да. Может попозже заработать, пока не знаю. У кого так, напишите, что делать. Я біз бүгін деген аяқ астына киім қарап едім ғой, маған қараңыздаршы қандай күшті сыйлықтар жасады, күшті киімдер. Я прям күшті скидка істеп берді маған. Үлкен рахмет. Бутигіне бүгін бірінші рет келіп тұрмын, шынымды айтсам. Өте прям андай просторный, огромный выбор бар екен на лето. Қыздар обучение өткісі келетін қыздарға қатысты обналичка бойынша обучение өткісі келетін қыздар маған жазып, орын саны шектеулі, орын қазірден бастап бронь қоя берсеңдер болады. Нақты датасын сіздерге попозже айтатын болам. Орынды броньдап қойсаңдар алдын ала будет очень круто, өйткені орын саны шектеулі. Сіздің орын бітіп қалған кезде, ойбай, Айза ханым, мені алыңызшы, бүйтші сөйтші деген ондай болмайды, не проканает. Өйткені мен білем, мен айтқан кезде, мен всегда айтам, пока обналичка арзан болып тұрған кезде өтіп алыңдар деймін, тыңдамайды көбісі. Потом уже келесі күні процент кеше мысалға обналичканың өзі 28%-ға дейін мысалға көтерілді. Соның өзінде де қаншама адам өтті, бірақ өте алмай қалғандар да бар. Ойбай, не қымбат деген сияқты. Өйткені алдын ала арзан болып тұрған кезде өтіп алу керек деген сияқты. Сложно обучение өткілерін келсе, алдын ала маған жазыласыңдар. Предоплата бойынша орынды броньдап қоятын боласыңдар. Историяны мұқият қараңдар.